Күнделікті қолымыздан түспейтін смартфон тек байланыс құралы емес, ол біздің назарымыздың қалай жұмыс істейтінін де көрсететін құрал. Адамдар экранға қарағанда оның әр бөлігін бірдей бақыламайтыны ғылыми дәлелденген. Солардың ішінде әсіресе төменгі сол жақ бөлік жиі назардан тыс қалады. Бұл тек қызық жайт емес, сонымен қатар технологиялық және психологиялық тұрғыдан шын мәнінде маңызды құбылыс. Төменде осы туралы 10 шынайы және шок фактпен танысыңыз. Бірінші факт, көру аймағының алтын ережесі бұзылады. Адам миы ең алдымен экранның жоғарғы сол жағындағы ақпаратқа назар аударады. Себебі ғасырлар бойы қалыптасқан оқу дағдысы солдан оңға, жоғарыдан төменге бағытталған. Бірақ смартфондарда жағдай басқаша. Зерттеулер көрсеткендей, пайдаланушылардың 95% экранға қарағанда алдымен ортасына, сосын оң жағына қарай. Төменгі сол жақ бұрыш ең аз қаралатын аймақ болып табылады. Бұл визуалды назар заңдылығының өзгеріске ұшырағанын көрсетеді. Екінші факт, бас бармақтың анасы экранды бөледі. Смартфонды оң қолмен ұстайтын адамдар үшін экранның төменгі сол жағы физикалық тұрғыдан қолайсыз аймақ болып саналады. Себебі бас бармақ ол жаққа ыңғайсыз созылады. Статистика бойынша адамдардың 80% телефонды бір қолмен ұстайды, және сол кезде ең жиі қолданылатын аймақ орталық пен оң жақ төменгі бөлік. Сол жақ төменгі бұрыш бас бармақтың табиғи қозғалыс аймағына кірмейді, сондықтан ол сирек басылады. Үшінші факт, бұл аймақты жарнама берушілер де елемейді. Маркетингтік зерттеулерге сүйенсек, қолданушылардың назарын аудару үшін ең тиімді аймақ экранның ортасы мен жоғарғы жағы. Осы себептен жарнамалық баннерлердің 97% дәл сол жақтарға орналастырылады. Ал төменгі сол жақ бұрышта орналасқан жарнамалардың тиімділігі 0-ге жақын. Бұл аймақты маркетологтар өлі зона деп атайды, және оны мүлде елемейді. Төртінші факт, қосымша әзірлеушілер де бұл бұрышты елемейді. Google мен Apple секілді ірі компаниялар жасаған дизайн стандарттарында экранның төменгі сол бөлігі екінші деңгейлі немесе қосалқы әрекеттерге арналған. Мысалы, кейбір параметрлер, артқа қайту немесе кішігірім мәзірлер сол жақ төменде тұрады. Бірақ олар жиі қолданылмайды, себебі қолданушының назары оларға түспейді. Бұл саналы шешім. Себебі интерфейсті қолдану ыңғайлы болу үшін басты әрекеттерге назар шоғырлану керек. Бесінші факт, қолданушы интерфейсінде формасы бар. Көптеген веб-сайттар мен қосымшалар қолданушы назарын әрпі тәрізді бағытта ұйымдастырады. Алдымен жоғарғы қатарға, сосын төмен түсіп оңға қарай. Бұл визуалды навигацияның табиғи бейнесі. Ал формасының төменгі сол жағы бос қалады. Бұл психологиялық және визуалды тұрғыдан бұл аймақ назардан тыс қалатынын дәлелдейді. Осы негізде жасалған интерфейстер пайдаланушыны тиімді бағыттайды. Алтыншы факт, сол жақ төменгі бұрыш ақпараттық соқыр нүкте. Ғалымдар жүргізген зерттеу нәтижесінде қолданушылардың 93% телефон экранының төменгі сол жақ бөлігін байқамай, оны мүлде елемейді. Бұл құбылыс ақпараттық соқыр нүкте деп аталады. Себебі адам көзі ақпаратты автоматты түрде басым аймақтардан іздейді, ал бұл бұрыш солардың қатарына кірмейді. Мұндай бейсаналы елемеу адамның назарын тиімді пайдалануға кедергі келтіреді, әсіресе қауіпсіздік немесе маңызды ескертулер дәл осы аймақта тұрса. Жетінші факт, адам миы бұл бұрышқа мән бермеуге бейімделген. Нейробиологиялық тұрғыдан қарағанда, адамның миы визуалды стимулдарды жылдам өңдейді, және оларды маңыздылығына қарай іріктейді. Бірақ төменгі сол жақ бұрыш мидағы назарға жауапты аймақтарда басым емес деп танылып, автоматты түрде сүзгіден өтпейді. Бұл когнитивтік экономия принципімен түсіндіріледі, ми маңызды емес аймақтарды өңдеуді доғарады. Нәтижесінде бұл бұрыш іс жүзінде мидың назар шеңберінен шығып қалады. Сегізінші факт, қауіпсіздік ескертулері бұл аймақта өте қауіпті. Кейбір қосымшаларда немесе сайттарда қауіпсіздікке қатысты маңызды хабарламалар, мысалы, мәліметтеріңіз қорғалмаған деген секілді, экранның төменгі сол жағында көрсетіледі. Алайда зерттеулер көрсеткендей, қолданушылардың 87% бұл хабарламаларды мүлде байқамайды. Бұл өте қауіпті жағдай. Себебі қолданушы өзі байқамай, жеке деректерін фишингтік сайттарға енгізіп қоюы мүмкін.
Сондықтан қазір мұндай ескертулер экранның жоғары жағына көшіріліп жатыр. 9-шы факт. Балалар да бұл бұрышты елемейді. Тіпті смартфонды жаңа қолдана бастаған кішкентай балалардың өзі экрандағы назарын дәл сол ересектер сияқты бағыттайды. Яғни оларда орталық және оң жақ бөлікті көбірек басып, төменгі сол жағын сирек пайдаланады. Бұл назардың бағытталуы биологиялық және инстинктивті негізде қалыптасатынын көрсетеді. Балада бұл әлі үйренілмеген әдет емес, бірақ сонда да дәл осы үлгі қайталанады. Яғни бұл бұрышты елемеу табиғи бейім. 10-шы факт. Қараңғы түстер оны мүлде жасырып жібереді. Егер бұл бұрышқа қараңғы түсті интерфейс элементі қойылса, ол тіпті көзге көрінбейтіндей болып кетеді. Пайдаланушылар қара фон мен сол жақ төмен бұрыштағы мәтінді немесе иконканы мүлде байқамайды. Бұл контрасттың жоқтығы мен визуалды орналасудың біріккен әсері. Сондықтан дизайнерлер қазір маңызды элементтерді бұл аймаққа мүлде қоймауға тырысады. Ал егер қойса, контрастты, жарық түстер мен қозғалыс эффектілерін қолдануға мәжбүр.